Қайырлы таң, достар. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін торпақ белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Торпақтар, сәуірде келе жатқан туылған күндеріңіз құтты болсын. Сіздерге туылған күндеріңізде жаңа энергия, жаңа шабыт тілеймін. Енді жалпы 1 сәуірде жаңа ай туады. Ол сіздерге 12-ші домға келіп тұр. 12-ші дом жалпы бір істің аяқталуын, алыс жерге жол жүруді, көшуді, басқа мемлекетке көшуді, немесе демалысты, өзіңізді тануды, психологияны білдіреді. Эзотерикаға қатты қызығасыз. Осы кезде түсіңізге аян беруі ықтимал. Жалпы 12-ші дом бір дүниеден немесе керек емес заттан бас тартасыз. Сіздерге тағы да Уран планетасы келіп тұр. Уран планетасы өмірдегі кейбір дүниелерді аяқ асты өзгертеді. 3-ші, 4-ші, 5-ші мамырда туылған адамдар осы Уран планетасының өзгерісін өте қатты сезетін болады. Мысал алатын болсақ, аяқ асты жұмыстан кету, немесе аяқ астынан армандап жүрген жұмысыңызға орналасу, немесе отбасыңыздағы өзгерістерді білдіреді. Бұл өзгерістерден қатты қорқудың қажеті жоқ. 5-ші сәуір күні Марс пен Сатурн кездеседі. Жалпы Марс планетасы адамдарды алдыға сүйресе, Сатурн адамдарды артқа сүйрейтін планета. Сонда қарсыласу күні деп аталады. Бұл күні жалпы жарақат алу қаупі өте жоғары. Жалпы 5-ші сәуір күні емес, 1-2 күн алды, 1-2 күн бұрын немесе 1-2 күн кейін қатты әсер ете береді. Жалпы бұл кездесу сіздерге 10-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 10-ші дом карьераға, жұмысқа, статусты білдіреді. Мысал алатын болсақ, жұмыста қызметкерлермен немесе басшылармен кикілжің, конфликт болуы ықтимал. Немесе бизнестегі болашақтың болмауы, бизнесіңізді жабуыңыз ықтимал. Егер бизнесте кедергі болып жатса, сіздерге төте жолды іздеуге тура келеді. 6-ші сәуір күні Венера өз белгісін өзгертіп, 11-ші домға келіп тұр. 11-ші дом жалпы бір топ адамдарды білдіреді. Группа людей дейді ғой. Бір топ адамды білдіреді, достарды білдіреді. Жаңа достар табасыздар. Достардан көмек аласыздар. Жалпы егер жұмысыңызда қиындықтар болып жатса, осы достардан көмек сұрауға болады. Одан кейін 9-12 сәуір аралығында Юпитер мен Нептун бірігіп, тағы да 11-ші домға келіп тұр. Жалпы 11-ші дом армандарыңызды, достарыңызды білдіреді. Жалпы Юпитер позитивті планетасы болғандықтан жақсы мүмкіндіктер алып келеді. Осы мүмкіндіктерді құр жіберіп алмау керек. Одан кейін 12-ші сәуірде Меркурий 1-ші домға келіп тұр екен. Меркурий планетасы ішкі ойды, жазуды, айтуды, ақпаратты, идеяны білдіреді. Одан кейін Меркурий 18-ші сәуірде келіп тұр екен. Меркурий мен Уран кездеседі. Ойламаған жерден, жалпы Уран деген планета аяқ астынан болатын планета ғой. Кейбір дүниелеріңіз аяқ асты орындалады. Сонда Меркурий планетасы жазуды, ақпаратты, айтуды білдірсе, сонда сіздерге аяқ астынан бір кісілерден хат аласыздар. Аяқ асты біреулер сізге хабарласады.
аяқ астынан сіздерге бір идея пайда болады. Немесе ойламаған жерден біреуден хат аласыздар. Немесе көптен сөйлеспей жүрген, ойламаған жерден бір адамдарды кездесіп қалып әңгіме айтасыздар. Одан кейін 15 сәуірде, бұл жалпы сәуір айы өте қызықты болғалы тұр, себебі кейбір Уран планетасы келіп тұр, солнечное затмение келіп тұр, черная луна келіп тұр. Сол себепті аяғына дейін тыңдауды сұраймын. Өте қызықты болжам. 15 сәуір күні черная луна өзінің белгісін өзгертеді. Сөйтіп ол 3-ші домға келіп тұр екен. Черная луна 15 сәуірден бастап сіздерге 9 ай бойы осы 3-ші домда болады. 3-ші дом адамдармен араласу секторына келіп тұр. Жалпы черная луна деп өзі аты айтып отырғандықтан, черная луна кішкене бір негативті энергияны білдіреді. Көп адамдармен ұрысуыңыз мүмкін, ренжісуді білдіреді. Бұл енді 3-ші домда келіп тұрғандықтан адамдармен араласу, яғни кейбір адамдармен, достармен кикілжің, конфликт болуы ықтимал. Басқа адамдарға деген негативті реакцияны көбейтеді. 3-ші дом әрі машинаны білдіреді. Машина жиі бұзылуы мүмкін, немесе машинамен бір проблема болады деген сөз. Жалпы бұл черная луна 2013 жылдың 10 маусымынан 2014 жылдың 14 наурызына дейін келген. Сіздерге осы 3-ші домда. Сіздер сол аралықта қандай оқиға болса, сол оқиғалар осы кезде қайталануы ықтимал. Мысал алатын болсақ, аяқ асты көшулеріңіз ықтимал. Немесе бір жұмыста бір ойламаған жерден бір жұмыстар болып, жұмысыңызды ауыстыруыңызда ықтимал, бәрі ойламаған жерден болады. Одан кейін адамдармен жиі бір ренжісіп қалуыңыз да мүмкін, ренжіспей жүрген жақсы достармен бір ұрсып қалуларыңыз мүмкін. Мысал алатын болсақ, 3-ші дом әрі көшуді білдіреді. Мен соны айтып ұмытып кетіппін ғой. Көшуге мәжбүр болатын жағдай орын алуы ықтимал. Жалпы черная луна сүлік сияқты болады. Сіздің барлық позитивті энергияңызды негативке айналдырып отырады. Сол себепті оған, черная лунаға еш мән бермеу керек. Тек позитивті толқында болу керек. 16 сәуір күні Марс өзінің белгісін өзгертіп 11-ші домға келіп тұр. Кейбір достармен ренжісіп қаласыздар. Осы күні 16 сәуір күні ай толады. Ол 6-шы домға келіп тұр. 6-шы дом денсаулық пен жұмысты білдіреді. Жұмысыңызда кейбір дүниелер анық болмаса, осы ай толған күні анық шешімін табасыздар. 6-шы дом әрі ремонтты білдіреді. Үйлеріңізде ремонт аяқталып, кейбіреулеріңізде басталуы ықтимал. Денсаулығыңызды түзетесіз. Анализ тапсырасыздар. Енді больницаға барып жатпасаңыздар да, енді сөз арасында болады. Мен енді больницаға баруым керек еді, поликлиникаға баруым керек еді деген сияқты бір сөз болады. Сөз арасында осы денсаулық туралы әңгіме болады. Сөйтіп, 21 сәуір күні Солнце сіздерге күш-қуат энергиясын алып келеді. 29 сәуір күні Плутон келеді. Және ол қазан айына дейін 9-шы домда кері айналады. 9-шы дом. Мысал алатын болсақ, шетелден документ күтіп жүрсеңіз, ол Плутон кері айналғандықтан, ол документ кешігетін болады. Немесе сот ісі, немесе юридический документтер, құжаттық документтер
онда кейінге қалатын болады. Осы 29 сәуірде басталған дүниелеріңіз барлығы артқа қалатын болады, шегіне береді бәрі. Себебі Плутон кері айналады. Жаңадан іс бастамау керек, және бизнес бастамау керек. 30 сәуір күні Меркурий өзінің белгісін өзгертіп, 2-ші домға келіп тұр. Ақшаға байланысты жаңалық естисіз. Жалпы Меркурий өзі жаңалық деген мағынаны білдіреді. Ақшаға байланысты жаңалықтар болады. Немесе ақша табу жайлы идея келеді. Дәл осы күні солнечный затмение 1-ші домға келіп тұр. 30 сәуірде. Ол 1-ші дом жаңа өмірді, жаңа өмір, жаңа мүмкіндіктерді білдіреді. Жұмыс, үй, бәрін ауыстырасыз. Жалпы 30 сәуірде туылған адамдар қаласа да, қаламаса да өзгерістер болады. Себебі дәл сол күні солнечный затмение келіп тұр. Ол өзгерістерді алып келеді. Бұрынғыдай мүлде өмір сүрмейсіз, басқаша өмір сүретін боласыздар. Қатты өзгерістер болады. Жалпы бұл солнечный затмение 16 мамырға дейін созылады. 16 мамыр күні лунный затмение болады. Лунный затмение сіздерге 7-ші домға келіп тұр. 16 мамырда. Жолдасыңызбен, араласатын адамдармен, бизнес серіктестермен қиын мәселе болып, шешім шығару қиынға соғады. Жалпы менің айтпағым осы. Бұл сәуір айы өте қызықты, өте жаңалығы көп ай болғалы отыр. Сол себепті менің ешқандай болжамымды жібермей, қарап отыруларыңызды сұраймын. Ал енді бар болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше.